Сәлеметсіздер ме? Назарларыңызға Шамалған бекетіндегі Жаңа Қазақ орта мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 10-шы А сыныбымен ұйымдастырылған рухани жаңғыру еңселі орта белестері атты сынып сағатымызды ұсынамыз. Сабағымыздың мақсаты оқушылардың туған жеріне, еліне, елордаға деген, оның бүгіні мен болашағына деген танымдық көзқарастарын арттыру, болашаққа деген сенімі мен ой-өрісін дамыту. Сабағымызды жақсы көңіл күймен бастау үшін келесі өлең жолдарын өздеріңізге арнаймын. Табиғаттан нәр алған ғой жанымыз, жер бетінің ажары ол сәніміз, туған өлке табиғатын аялап, ұсынайық жүрегін бәріміз. Ал енді балалар, Қазақстан кеше, бүгін және ертең деген айдарымыз бойынша өткен тарихқа бір шолу жасасақ, еліміздің басынан өткен қандай оқиғаларды білесіздер? Ал балалар, еліміздің бүгініне байланысты қандай ақпарат берер едіңіздер? Еліміздің ертеңіне байланысты болжау жасап көрелік. жылғы мәдени мұра бағдарламасы бойынша көптеген мәдени ескерткіштерімізге реставрация жұмыстары жасалып, сәтті аяқталды. Ал енді балалар, сендердің туған жерге деген сүйіспеншіліктеріңді тексеріп көргім келіп тұр. Алдарыңызда сұрақтар берілген. Солардың жауаптарын жіберіңіздер.